Сіздердің алдарыңызда ең жоғары ұпай жинап, жақсы өнер көрсеткен Айгүл Түсіпбекова Қарағанды, Ринат Зайытов Семей. Алапа жырлайықшы айқаяқау, төгіліп бір демесін бұл ақындар не қылып тұр. Екеуінің қайсысы мықты екен деп назары еліміздің өріліп тұр. Сен жаңа бірер секунд кешігіп ең, қобалжып менде қалдым егіліп бір. Жайбасар жүрісіңе қарағанда қартайып қалғаныңыз көрініп тұр айқаяқау. Ай, ай. Берері ақсақалдың кеңесі екен, жігіттің жалғыз досы өрес екен. Шетінен келіншекті жеңіп келем, қазылар ерлігімді елес екен. Маған жалғыз қауып мына жүрсін ағам, бұл да бір асу бермес белес екен. Остан кейін әйелімді алып келіп, енді осыны жеңіп көр демес екен айқаяқау. Ай, ай. Апырай, сен апайым Айгүлмісің? Біреуге қалжыңдасар сай құрбысың. Қыз келіншек үйде көп отырушы еді, қарқаралы маңында жай жүрмісің? Мен де сізбен көрейін сілкілесіп, жеткізіп жұртшылыққа ойын ұрлышын. Әй, бірақта Ринатты жеңетіндей қыз күніңнен қалды дейсің, қай бір күшің айқаяқау. Ай, ай. Көрейін жырдың жолын шиырлап мен, үйіме қайсам деп ем сыйымдап мен. Сөлімді жүрсін ағау сығып біттің, шығардың тағымын Ринатпен. Мәдимен Айгүл ақын жалғас бекен, көңілім қияларға самғас екен. Қарқаралыдан басқа жерде болса, бұл Айгүл бүгін бәйге алмас бекен. Ай, келеді іні емес балам дегім, Ринатжан қарама маған дедім. Жағдайын шешеңнің сен байқадың ғой, қолдауға жетті екен шамаң сенің. Ай, Мен сіздің жолыққам жоқ сорыңызға, жолыңды жетелейін оңыңызға. Балам деп еркелеттің Ринатты, мың рахмет айтайын оныңызға. Мен сенің әпкеңің емес шешеңмін деп, өзіңіз түстіңіз ғой торымызға. Апатаяу егерде шешем болсаң, көлденем деп жатпаңыз жолымызға айқаяқау. Ай, ай. Десеңіз маған тағы ұсын дерек, емес қой сөзім бөлек, ісім бөлек. Қаншақыммен шығарса да қарқаралы, Құдайға тәуба деймін күшім келет. Аналық мейіріміңнен айналайын, жөнім бар оныңды да мүсін демек. Ана деген баласына бақыт тілеп,
Қиялы көк аспанға ұшу керек. Қазақ айтқан баласы атқа шапса, анасы үйде тақым қысу керек. Ай қаяқ-ау, ай, ай. Ақындар жырмар жанын тергені жөн. Күшіне Ринат әрине сенгені жөн. Қанадан қасиетті ештеңе жоқ. Баланың жолы, анаға бала жолын бергені жөн. Ринатжан, сен анаңды тақымдадың. Лепіріп өз-өзіңнен алқынбағын. Жасың ғой, алда талай бәйгелер бар. Қашанда жыр көгінде жарқылдағын. Анашың өнеріңе алаңдапты. Тілеймін әр кезде де саған бақты. Байқайсыз ба мына бала, анасын сыйлауға әлі жарамапты. Ана деген киелі ұғым анық, дұрысынан түсінсін мұны халық. Жолым бермек түгілі қашар едім, алсаң жеңісімді жұлып алып. Ал сен болсаң анаңмын деп, жалынып жалпаясың тұрып алып. Көмейіңнен қалай ғана өткізбексің, балаңның аузынан жырып алып. Ай қаяқ-ау, ай, ай. Бізде де талай болған бәйгі, ақын қалай ол жайлы толған байды. Анаңа жолыңды бер, жөнің бар деп, маған кеп тыққылайсың бейғам жайды. Сіз сияқты анда-санда бір шығатын, ақындар көп биікке қарманбайды. Иномарка алсақ та қанағат деп, басқаға көздер оның арбалмайды. Ал менің Айгүл анам қызық кісі, не шабуыл жасамайды, не қорғанбайды. Менің соңғы айтысымдай деп қоясыз. Мен сізге ашайыншы ал мән жайлы. Кейбіреу қара суға қанағат дер, ал біреулер джип мәшіне армандайды. Ай қаяқ-ау, ай, ай. Шуағы аналықтың еніп тұрса, жанына Айгүл мені серік қылса, айыппа бас жүлдені аламын деп армандап біраз Ринат желік қылса, бұл бәйгені сөзсіз алып кетер едім, егер менің географиям келіп тұрса. Ай қаяқ-ау. Атыңнан айналайын Ринатым, қазақша айту өзі қиынатың. Қарағым сонша енді өңмен деме, сен емес менің кірім сыйынатын. Десек те болсын дәйім құлын аман, ал жолыңа не қыласың тұрып алам. Сен өз бетіңмен сен енді түсінбесең, бәйгені ренжіме жұлып алам. Тілеймін жыр көгінде самғауыңды, жыр толғап өткізушем таңдарымды.
өмірде басыма бір бұйыратын Ринат қызғанбашы арманымды. Мен сенің қызғанбаймын арманыңды. Айтсаңыз жөніңмен айт талғамыңды. Өзге түгіл өзімде қаламаймын. Сізбенен 40 пышақ болғанымды. Әдіра қалып кеткір қу дүние үшін анаммен жаға жыртысып қалғанымды. Айғаяқау, ай, ай. Сауықты ақындардың сөзі құрсын, шабыттының жалындар кезі болсын. Аларың бүйірсегер аласың ғой, оған несін елеңдейді сезімің шын. Мен деген талай төпті көргенім рас, жетеді қиянатқа төзімім шын. Дегенмен екеуіміз дауласпайық, жөн болмас қу әңгіме езуің шын. Одан да құшақтасып тарқасайық, қалғанын жаратқаным өзі білсін. Айғаяқау, ай, ай. Ақындар көңлімізге қарасамыз, ана мен бала болып жарасамыз. Қазылар өзі шешсін Ринат-ау, әйтпесе таң атқанша таласамыз. Рахмет. Осымен атыңнан айналайын Қарқаралы атты республикалық ақындар айтысы қасиетті Қарқаралы жерінде өтіп жатқан мәресіне жетті. Айтысты қорытындылайтын, жүлделерін тапсыратын уақыт болды. Енді айтысқа қатысқан ақындардың баршасына Амангелді Ермегияев мырза әрқайсысына бір атын ізбекші. Ол $1000 деген сөз. Ақындардың жаңағы атын атап тұрам. Бақыт Жағыпаров, Алматы, бір ат. Салтанат Өтелбаева. Ақындар тез-тезге балып тұрыңыздар. Салтанат Қостанайдан. Айтақын Бұлғақов, Талдықорған. Айтақын Бұлғақов. Нұрмат Мансұров, Қызылорда. $1000, бір ат. Тойдан тәбәрік. Нұрмат Мансұров келді міне. Тілеген Әділов, Қарағанды. Тілеген Күмісай Сәрсенбаева, Қордай, Жамбыл облысы. Айтбай Жұмағұлов, Мақсат Аханов, Қарағанды. Асхат Ізділеуов, Алматы облысы. Қайда? Асхат міне. Ержеңіс Әбдиев, Қызылорда. Ержеңіс Әбдиев, Қызылорда. Жандарбек Бұлғақов, Талдықорған. Айнұр Тұрсынбаева, Астана. Алғынбек Имашев, Астана. Мұхтар Ниязов, Қызылорда. Талай жүлден алып жүрген жігіттер, қыздар сындар осы бұйырған осындай болып жатыр. Енді жүлдеге тігілген 5 мәшине бар. Мына 2 қыз бірдей ұпай алды. Айнұр мен Карима. Қазақтың мына ұйтқысы оңтүстік өңірден Шымкенттен келіп отыр. Айнұр екеуінің ұпайы бірдей болғанменен сол Каримаға жол қонақтікі деп сіздердің рұқсаттарыңызбенен алыстан келген қонақ қызға мына Жигулиді беруге рұқсат етіңіздер. Бізде тағы бір Жигули бар. Нәзираға келесі Жигули жаңағы Аягөзден келген ақын қарындасымыз Нәзираға бұйырды. 3-ші орынға тігілген бәйге Амангелді Ермегияевтің. Бұл мынау Волга автокөлігі. Бұл қазақтың аймаңдай ақын қызы талай айтыстың рухын көтерген Сара Тоқтамысоваға бұйырды. Ал енді 2 көлік қалды.
Біреу жаңа шетелдің автокөлігі Kia Cerato, біреу Jeep автокөлігі, баспай келсе Jeep. Кімнің баспай келетін қазір өз жерде айтсаңыздар болады. Жаңа соңғы айтыстың қорытындысы бойынша баспайға кімдікі? Ринаттікі ме, Айгүлдікі ме? Ринатқа баспайға тапсырылады. Мұны жаңағы Рауан Шаяхиннің өкілі Серік Сағынтаев мырза келіп тұр. Рахмет. Қарқаралы халқының атынан, Қарқаралының Астанадағы, Қарағандыдағы арыс азаматтарының атынан мінекей джип көлігі құтты болсын. Бірінші бәйгеде осал емес. Мынау Kia Cerato деген автокөлік, оны Кәкімбек Салықоваға тапсырады кетті. Бұл осы Қарағанды өңірінің айтыскерлерінің алдына шыққан бүгінгі Айгүл Түсіпбекова ханымға. Ұлының шабысына болып алаң бұйырды бұл айтыстың төрі маған. Джипіңді бергендерің дұрыс болды, Семей мен Қарқаралы жолы жаман. Құрметті ағайын, енді мен шынды айтсам осы айтыста жүлде алам деп сондай оймен келмеп едім. Ал жаңа енді Ринатқа жолымды бермегенім өзім қатты қысылып тұр едім. Мына біздің қазылар алқасының, Қарқаралы халқының әділдігіне рахмет. Ринат, құтты болсын тұлпарың. Атыңнан айналайын Қарқаралы. Әнім өзіңсің, менің асқақ шалқар әнім. Киелі құт мекенім арқадағы, тілеймін думаныңның тарқамауын.